30-шы сөз. Қарқын мінсе қара артылмайтұғын, осы бір, қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Олар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрық қойып, өй Тәңір-ай, қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы, кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме? Мен онан сауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерін көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деді. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайраты менен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде, кірер жерін табалмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын. Мұна кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық қылатұғын, ердім жадағайдақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы, әр түрлі белгісі бойынша тұрмас педі. Ұялмас бетке талмас жақ берет деп, көп бұлжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.